Кез келген мейрам немесе мерекеге гүлмен келу керек екендігі түсінікті. Ал флористика заңдарын білетін адам гүл арқылы өз ойын білдіре алады. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз гүлді таңдау және оны сыйлау ережелері жайында баяндаймыз. Кейбір мәліметтерге сенсек, гүл сыйлау этикеті шығыс елдерінде пайда болды. Кейін осында келген саяхатшылар бұл дәстүрді батысқа жеткізді. 18 ғасырда Еуропада гүл сөздіктері шығарыла бастады. Бұл жинақтарда түрлі өсімдіктердің мән мағынасы жайында ақпарат жинастырылды. Бұлардың көбі бүгінгі күні де өзекті. Алайда әр елдің ережелері әртүрлі. Гүл сыйлайтын жағдайлар арасында да айырмашылық бар. Американың мәдениетінде 12 гүл сыйлау дәстүрі бар. Ал Еуропа елдерінде қабылданған ереже бойынша гүл шоғы тақсанға тең болуы керек. Азияда 4 гүл сыйлауға болмайды, себебі бұл сан жамандықпен байланыстырылады. Ал Қытайда ақ гүл тартуға рұқсат етілмейді. Таңдау жасағанда гүл сыйлайтын адамыңыздың жасын, жынысы мен талғамын ескерген жөн. Екеуіңіздің араңыздағы қарым-қатынас пен гүл сыйлау себебі де маңызды. Мәселен, балаларға ашық түсті көлемі кішкентай гүл берген дұрыс. Гүл шоғын ойыншық пішіндес жасасаңыз да артық болмайды. Мұндай шоқ кәмпит, шар сынды басқа сыйлықтармен өте үйлесімді болады. Ал жас қыздарға ашық түсті қауызы ашылмаған гүл сыйласаңыз қателеспейсіз. Көктемгі композицияларға назар аударыңыз. На 8 марта покупают больше всего тюльпаны и розы. Тюльпаны – это весенний цветок. Халықаралық әйелдер күніне орай көбіне раушан гүл мен қызғалдақтар сатып алынады. Қызғалдақ бұл көктемгі гүл. Оның бірнеше түрі мен түсі бар. Ал раушан гүлді тек 8 наурыз күні ғана емес, кез келген мерекеге сыйлауға болады. На все праздничные дни их покупают круглый год. Жас келіншектерге түсі ашық, жұқа селдір композицияларды сыйлаңыз. Одан үлкен әйелдерге ақ гүл бергеніңіз жөн. Гүл шоғын әзірлеу үшін түсі қанық гүлдерді таңдаңыз. Мысалы, күйдірілген саз түсті лала гүл, қауызы толық ашылған қызғалдақ және раушан гүл сыйласаңыз болады. Ер азаматтарға гүлдің бір сұрпы ғана беріледі. Жасыл өсімдікті ақ немесе қызыл раушан гүлмен үйлестірсеңіз әдемі көрінеді. Егер сіз қоныс тойына барсаңыз, құмырада өсетін гүл апарсаңыз болады. Алдын ала үй иелерінен қай гүлді ұнататынын анықтап алсаңыз артық емес. Мұндай жағдайда көбіне мән мағынасы бар гүлді сыйға тарту әдебі қабылданған. Самые популярные комнатные растения – это… Сатып алушылар бөлме өсімдіктерін таңдағанда әйел бақытты гүліне басымдық береді. Сондай-ақ ақша ағашында алғанда ұнатады. Денежное дерево. Гүл шоғын өзіңіз сыйлағанда келесі ережелерді естен шығармаңыз. Әйел адам тойға немесе туған күнге ер азаматпен бірге бара жатса, онда ер адам гүлді өзі сыйлауы керек. Бірақ көше бойымен келе жатқанда гүл әйелдің қолында болуы тиіс. Бара жатқанда жерге жақындап қалғанда ғана оны ер азаматқа бересіз. Гүл шоғы мерекені ұйымдастырған келіншектің қолына әйелдер өзір амандасқаннан кейін ғана ұстатылады. Той иесі ер азамат болса да гүлді әйел адамға тарту еткен дұрыс. Гүлді сыйламас бұрын үстіндегі қабын шешіп тастаңыз. Бірақ егер бұл қап декордың бөлігі болса, оған тиіспеңіз. Гүлді бергенде оны сол қолыңызда ұстаңыз. Оң қолыңыз сәлемдесу үшін бос болуы тиіс. Құттықтап болғаннан кейін гүлді оң қолыңызға алып мереке иесіне табыстаңыз. Біздің және көрші елдердің әдебіне сай гүлдің саны тақ болуы тиіс, бірақ бұл заңдылықтың күші 12 гүлге дейін сыйласаңыз ғана бар. Егер гүл шоқтары одан көп болса, онда оның тақ әлде жұп болуында айырмашылығы жоқ. Онға дейін жұп санға тек гүл тек қаралы күндері ғана беріледі. Егер олардың көлемі 12-ден асса, онда мұндай гүл шоғын кез келген себеппен сыйлай беруге болады. Гүлді қабылдауды өнер. Амандасып болғаннан кейін гүл шоғын ашып, су құйылған құмыраға салып қойыңыз. Қалдырып, ұмытып кетпеңіз. Сыйланған гүл шоғы мереке өтіп жатқан бөлмеде тұруы тиіс. Оны бір жаққа алып барып, немесе балконға шығару әдепсіздік болып саналады. Егер ол кішігірім ғана болса, дастархан басына да қоюға болады. Егер сізге қонақтарыңыз бірнеше гүл шоғын сыйға тартса, әрқайсысын бөлек құмыраға салып қойыңыз. Гүл сыйлау арқылы әр адам өзінің ойын немесе сезімін білдіре алады. Себебіне байланысты таңдалған өсімдік сіздің махаббатыңыз бен құрметіңіздің белгісі. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.